Kişi Sarıgaç'ta, Çimkent'te bir жерде тамақтанып отырып, осы өзіміздің Сарыағаштың бір жігітін көріп қалдым. Жаңағы жігіт амандасқысы келмейді. Анау келте балақтардан болып кетіпті де. Кейін мен оған айтып отырмын. Ассаламу алейкум деп отырмын. Амандасып қоя бер. Сен бір кәпірді көргендей болып тұрсың ғой деп едім. Өзі ұялып кетіп жатыр да. Мен айтым, осы сенің ұялуың деп отырмын. Осы сен баяғыда Сарыағашта сабаққа келіп жүруіңнен. Қараш енді сағал қойыпсың, балаң келтіріпсің, бірақ сенде иман кетіп қалыпты ғой. Сен амандасуға да шамаң келмей тұр ғой деп отырмын. Қазір сізге осы нәрсе беріліп тұр, осыны қадір ұстаңыз, осыны мықты ұстап алыңыз. Бұл өте үлкен байлық бұл. Жаңағы енді өзінше бір лидер болған шығар, мысалы, сол жартыбастардың арасында. Ол менің ең бірінші өзі 95 жылдары келіп оқытқан балдардың ішінде, жамағаттың ішіндегі жігіт еді. Қарап тұр, сақал қойған, балақ келте, амандасуға жарамай тұр да. Біз әрдайым айтамыз, шайтан лайын, алкаш болған емес, наркоман болған емес, зинақор болған, о тәкаппар болған ол да. Тәкаппар болды ма адам, бұл шайтан болып қалады бұл ше. Тәкаппарлықтан сақтаныңыз. Кім болудан қате назар. Мүмкін әкім шығарсын, мүмкін прокурор шығарсын, мүмкін милиция шығарсын. Бірақ сен адамсың, ең бірінші осыны. Сен адамсың сен. Сен мұсылмансың, сен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметісің. Ертең өлесің, киімің бәрі шешіп алып, кепенге орап, табытқа алып жатқызып, жақсылап апарып, адамдар көмеді. Сен оған пайдаң тиген болсын, тимеген болсын, сен табытын көтереді. Саған Құр'ан оқыса, жайып, Аллахым, осы пендеңді өзің күнәсін кешіріп дұға қылады. Адам ең кемінде осы нәрсені жүрекке алып келу керек. Байсың ба, дәулетсің ба, мейірбан бол. Бәрібір ертең өлесің. Сенің табытыңды өзіңе ұқсаған кілең байлар көтермейді. Осы қара халық көтереді. Қара халық көтереді осы. Шіренбе байлығыңа. Киіп атқан киіміңе шіренбе. Себебі ертең өлесің. Жеңі жоқ, қалтасы жоқ болған көйлек кигізеді. Ақша сала алмайсың, алып кете алмайсың. Апарып көмілесің. Біз осы нәрселерді ешқашан есімізден шығармайық. Әрдайым ойланып жүрейік.